Canım, напарнигim koy özümdün. Öter. Kешке қарай эфирда күндіз стройкадамыз ғой. Мына жұмысымды көрсетті деп жүреді. Мына мыналарды қазір. Мына инсулишн ішіне қойып шығасыңдар осындай вата. Сонымен мына борттарды қоя бересіңдер ғой. Инструменттер жігіттер міне көрсетейін сендерге. Бір мынандай импакт обязательно керек. Одан кейін мына кішкентай лазер керек. Лазер лайнан жанады, короче. Одан кейін керегі сендерге бір қайшы керек осындай. И бір рванка керек. Содан кейін мынандай метр керек. Помощниктар осыларға заттарын әкеп береді. Скотчын әкеп береміз, ары бері жағдайын жасап, шай пай, кофесін дайындап жүреміз ғой сіздердің. Достар, короче, мына жердің бәрін негізі әдемілеп істегенбіз. Оны арттағы жердің бәрінде көріп тұрсыздар ма? Осы жердің бәрін әдемілеп четко істегенбіз негізі. Бүгін алыңдар деп жатыр. Не үшін десек, оказывается, электриктер ішіне бірден ұмытып кетті. Андай істеуді ше. Біздің кінәміз емес, енді ортадан алып. Бұл жерде бізге бәрібір уақыт кетіп жатыр. 18 минуттан айналып жатыр, күніне 11 сағат. Енді демонтаж болғаннан кейін, андай сұрамайды да бізден ше, типа жаңағындай, ашанай айнымайды дейді да. Өйткені неге біз дұрыс істеп жаттық бәрін. Демонтажда, короче, асықпа, айсейсің ғой, четко ше.